Бәріне сәлем, Катарға саяхатымыз басталды. Он бірде шығамыз деп жатқанда 12 болды. Ұлттық музейға барайық деп жатырмыз. Қалың киініп алған, алдындағы сатылған киімдерін. Бізде таксиді күтіп тұру бізге бір дәстүрге айналып бара жатыр. Күнде осылай тұрамыз. Зереша бүгін жылап, сұрап, ешқайда бармай қояйықшы деп еді, біз болмадық сонда да. Мама, лағманды дұрыс жайбапсыздар ғой, мына жерде қалдырып кетіпсіздер. Біз Қытайға ұқсайсыңдар деп жатыр, сол бізге айтып тұрыпты дес халқымыз. Жұмыс жасамайды екен, енді не істесек екен? Мен барып киім ауыстырып фотоға түсіп аламыз, сонымен қайтамыз. Қыздарға жаңадан купальник берді әкесі, иықтар жабылып тұрады. Негізі бізде бар, бірақ олар Ұлжандікі табылмай қалды. Сол үшін Зерешанікін де алмай қойғам, екеуінікі бірдей болады. Осы алғандары да бірдей, бірақ Зерешада фиолетовый кішкене оттенок, Ұлжанда розовый түсті. Бүгін кешкі асқа күріш өзі жай гарнир ретінде болды. Креветкені бөлек алдым. Жерде шашлык сияқты бір еттер бар, я. Зерешкада да осындай ет, Ұлжанда да күріш. Және де бізге пицца пісіріп берді. Ыстық күйінде міне алып келеді. Осындай кола, зеру, классик. Енді бір мақсат достарымызбен осындай демалысқа келіп үйірсін. Иншалла соған жазсын. Зерешка қалай екен? Вкусно? Да. Ау жаным, ау. Я у бассейна сижу. Қазақша сөйлеңдерсеш. Қорқпа балапан, қорқпа, мен қазір келем. Кішкене отыра тұрыңдар, сен алло ойнай тұр, телефон ойнай тұр. Жанында Зереша бар ғой, неме қорқасың? Және бүгін қызыл балық бар екен. Мынандай бір творожный сыр емес ау, мынау не екен білмеймін, бірақ соны жағып, үстіне осындай тост жасап алдық. Мен 2 рет өткізген жақсы көремін ыстықтан. Жүріңдер, кеттік. Бүгін біз күшті локацияларға барамыз. Қайда келдіңдер қыздар? Біз Мина дистрикта Привет, әдемі жерге, әдемі погода, е? Вроде, обед 2-3 кезі. Балғылықтымен Дубайдағыдай емес. Ескі арабша қала, жаңа средасы болды. Катардың ауасы бізге жақсы, я. Қатты ылғалды Мина дистрикта жағада отырмыз. Анау корнишке бару керек болып тұр бізге. Осы жақта. Қазір амалын табамыз бір. Иә, мала жол бәрін жүру керек болып тұр бізге. Әдемі муралдар бар екен. Қазір мынандай көлікке отырайық деп жатырмыз. Тегін екен. Бұл жақтың басты отеліне барып өтпіз. Барғанда енді фонда фотоға түсеміз.
FIFA World Cup. Катар 2022 жылға кім есінде? А вид какой шикарный. Шіркін мына суға сүңгіп кетсе, иә. Джейсон Стэтхэмнің мына бір киносында, шпиондық киносында әдеттегідей осы жерден бір сахна бар. Біз соған арнайы барайық деп едік көрінішқа, бірақ тым алыс болып тұр. Балалармен шаршап қаламыз ба деп тұрмыз. Тура соған такси бара ма жоқ па білмеймін. Бізде интернет бітіп қалды. Юбер шақыра алмай тұрмыз. Қазір станцияда суға кетті. Міне біздің отель. Сіздерге қаншалықты біздің отель жақын екен көрсеткім келіп тұр. Мінекей мына жерде мейрам естілді. Ол жақта ұйықтап қалды. Әдемі көрінеді екен. Базарға келдік, сол Вакиф деген не қызықтар бар екен. Кәдімгідей базар, бірақ ескі қалада байқап тұрғандарыңыздар, мына ескі қала екен. Кеттік арман қарай. Бисмилля деген отель, 2 номері бар. Кезінде көпці сол кездегі бұда келдегі мықты-мықтылар келіп осында қонған. Соның бұл традиция сияқты қазір солардың бала шағалары келіп осы жатқысы келеді екен. Бірақ бронь жасау үшін 1,5-2 жыл бұрын бронь жасайсың отельге. Адам полициясы фото алып жатыр бірге. Золотой палец. Алтын саусақ. Телефонымызды гигабайтқа толтырып алдық. 1 гигабайт бүгін интернетіміз бітіп қалды ғой. Убермен такси заказ береміз, соған керек болады. Архитектурасы әдемі ме жоқ па жаза кетіңіздер. Осы ақырындап travel блогер болып кетсем, шүкір Аллахқа. Соған жазсын. Кеше бір видеома Air Astana комментарий қалдырған екен. Иншалла болашақта арманым осы Air Astanаның амбассадоры болсам керемет болатын еді. Конечно, губа не дура, былайша айтқанда. Кім білсін? Тараңғы жайғасып отыр демалып. Керемет локацияға келдік. Усаил Марина Бич деген қалаға керемет көрініс ашылады екен. Онда пальмалардың ортасында тура ма Раффлс, Катари не дейді? Басты ғимараты Раффлс деген қонақ үй орналасқан. Осы жерде Саратай. Саратайға приспичило подарок. Отмечает это место. Қыздар, сәлем айтыңдар. Подписчиктарға де. Біз мына отельға кіреміз деп ниеттеніп бара жатырмыз енді. Білмеймін, бола ма, мүмкіндік жоқ па? Ішін көргіміз келіп тұр. Паркинг арқылы кіріп бара жатырмыз. Білмеймін қалай кіретінімізді. Осылай қарсы алып алды. Сондай жерде кіруге рұқсат беріп жатыр. Енді білмеймін бола ма жоқ па біз. Оған қоса шорты да бексілған. YouTube channel. Это что за красота? Stay where? Rix's Golf. Rix's Golf. Мына отельға келдік. Біз келен. Bismillah. Our friends tell us about yes. Katara Pool is that side. You can take a look at our lobby. Масқара.
красиво. Это что за место? Сарочка. Сары түсініп жатқан жоқ өзінің қайда жүргенін. Мына кісі бізге тегін экскурсия жасап кетті. Мына қараңыздар. You can see both of these. Мына жерде көзбен көрген басқаша енді бірден айтайын. Вау, мына енді күндіз қандай вид болатынын мен білмеймін. Тоқ кетпе! Мынандай бассейн. А вид вот такой. Мінекей, Сашечка. Такие аппараттың жоқ. Таппай жүрміз бізді. Өзім дәретханасының өзі масқара керемет. Қараңыздар. Енді тым көрмеді демеңіздер, шынымен жоғау көрек сияқты. Үйге де бір идея алуға болады. Мынандай өтіп шығады. Басын бұрайсың, сол кезде су ағады. Осындай. Өте әдемі. Мына жердегі лосьон иісін ай. Күшті. Күні бойы номерде жатамыз деп едік қайдағы. Тыныш жата алмадық, тағы да такси заказ бердік. Бүгін дубайский шоколад іздеуге барып жатырмыз. Доха фестиваль деген жерде бар деді. Енді оны білмейміз нақты. Қазір тағы да бір жерді айтты. Ол жақынырақ екен. Көрейік. Егер сол жерде болса жақсы болады дейді. Дубайский шоколад іздеуге барып жатырмыз қысқасы. Біз мынандай жерге келдік, Моноприкс деген. Осында бізге дубайский шоколад бар деді, қазір көреміз, табамыз ба, жоқ па, іздеп көрейік. Кісі бізге қазір тауып берем деді, жол көрсетіп жатыр. Шоколад қай жерде екен. Надеюсь, что это оригинал. Это, кажется, не оригинал, да? Так, посмотрим. Да, Фикс Катар деп тұр. Фикс Катар это другой шоколад, то есть это по подделке. Можно один для Катара. Для Катара. Ну, можно один купить, да? Бостон суын алайық деп жатыр, бекі болмай. Мен жоқын керек емес деп. Әкеме телефон жауап посмотрим. Мына пластик екен. А мына шыны екен. Шыны керек бізге, шыны. Шыны, оны не істейсің, Бекс? Жүк болады, салмақ болады. Соны айтам, жүк, салмақ лишний. Жалпы продукты бәрі өте қымбат. Честно, вот. Кеше сувенир алуға бардық. Это было вообще ужас, страшно дорого. Короче, кімге біз сувенир апарамыз, біліңді. Катардың шоколадын алдық, фиксті и дубайский аламыз, сосын салыстырмалы түрде түсіреміз. Доха фестиваль деген жерге келдік. Осындағы Моноприкс деген нелерге, сеть супермаркеттерге кіреміз қазір. Осы жақтан іздейтін боламыз дубайский шоколадты. Или может вообще нету здесь. Қалай, я? Мүмкін емес қой, тым үлкен. Но кәдімгідей үлкен екен, да, Моноприкс? Больше, чем тот, который мы были. Неужели? Нет, опять это не то. Мына қандай мороженое? Жергілікті бір мороженое, натуральный екен. 19 реал тұрады. Дай попробую, Лешка. Манго. Қыздар, қалай болды демалыс? Жасқы болыпты. Болды, осымен үлкен рахмет. Риксіз. Мына халатты даже қолданбаппыз, представляете? Бір халатпен ғана. Все, кеттік па, қыздар? Әжекаға қайтамыз ба Қазақстанға? Әжека қайда? Алматыда, иә. Кеттік біз Алматыға сонымен. Бұл Сарычканың 3-ші саяхаты. Но соңғы емес. Біздің жүктеріміз бізбен қатар өздеріңіз түсініп тұрғандай бірге ұшамыз. Мына жақта бір қазақтар отбасы, мына жақта қазақтар. Қазір бәріміз бірге ұшамыз Алматыға. Бізден кейінгі тағы бір рейс бар, олар Астанаға ұшатындар.
Катар аэропортына қош келдіңіздер. Ой, просторный лифт. Басқара кен мында жүгіруге болатын сияқты. Ар жағынан кірдік. Мана кімге алып жатырмыз? Аделинкаға, да? Түркен өте аяқ шаршамас үшін күтетін орында жетерлік екен. Аэропортына игровойында отырмыз, кішкене күтіп. Жде чарджер за не зарядтағы болады телефон. Телевизорға қойдым, білмейміз. Аяқ шаршады, кішкене тынығып отырмыз. Біз чуть ли қалып қоя жаздадық. Соңғы болып өтіп жатырмыз. Мамаға сыйлық аламын деп Бексұлтан кетіп қалған болатын. Сөйттім, бізді іздеп жатыр екен. Соңғы пассажирлар. Астана қайтарда да бізге сыйлық сыйлап жатыр. Тележка, аша ғой, тележка. Ішінде не бар? Күшті ойнеп. Білеміз бұндай нәрсені. Это что? Это сурет салатын нәрсе. Күшті. Сонда шикімді қоймен Эйр Астана тағы да Сарочка осындай сыйлық сыйлады. Үлкен рахмет. Осындай құлаққаптар сыйлады. Жақсы болды, тележка бағана бері. Бұндай алма финалып жатқан еді. Бесит, мынандай нәрселерді көп қою керек қой, не сұмдық қой, нету. Балалармен келіп іздеп тұрмыз. Мамаға сыйлық Катардан. Керемет қой. Мен сұрамаппын. Айтқыз. Ооо, құтты болсын мам. Катардағы демалысымыз өз мәресіне жетті. Иншалла тағы да мен travel блогта кездескенше.